Бүгін біз божо деген тамақты дайындаймыз. Ол үшін антошка картошка, көкөніс, етпет барлығын сәйгүртпен жуылған қолмен жақсылап тұрып араластырамыз. Сонан соң оның барлығын қарынға саламыз. В общем, пещераның ішіне пихать етеміз. Бүкіл көкөністің барлығын. Сонан соң үстінен бұлақтың суын құямыз. Одан кейін реставрация жасаймыз. Яғни ұзын инемен қинап бетін тігеміз. Жақсылап тігіп алыңыздар. Сонан соң қазанға салып, суға тұншықтырамыз. Ауа жетпейтіндей тұншықтырамыз. Біраз уақыттан кейін божо деген тамақ дайын болады. Қарынды жарамыз, пышақпен қинап, сосын ішіндегі дәмді тағамнан семья болып бәріміз ауыз тиетін боламыз. Приятного аппетита! Божо! Қалай көрші, братан? Қалай әнім, амансың ба? Жақсы, шүкір. Че там, не істеп отырсың, братан? Отырғам жүгіріп. Отсың ғой, жүгірмейсің бе? Сол жүгіруге деп шыққам ғой, сол жүгіре алмай жатыр. Жылайым кетіп қалып жатыр. Вообще, үйдегілер маған ақшаны да берем, айтқан бәрін істеймін деп, по-любому жүгіре алмай жатырмын. Жылайым жоқ. Отырам айшын осылай. Ой, братан, мен саған көмектесейін ба? Көмектесе алмайсың демей саған. Ой, ініңмін ғой, братан, көмектесем. Көмектесші, қалай көмектесесің? Битесің, братан. Битесің. Ёп! Су ма, братан? Сука. Сенге айырамы. Ой, братан, жүгірттің ғой, көмектестің ғой. Мен жүгіріп тап болған, не? Онда күнде шығып тұр осылай, бірақ жай үр. Осынан шықпасаң, айырам, түсінің ба? Күнде де түнде менімен бірге жүреді әркез. Десем де жүрмей, ас болсын абжора, Нау да сол. Осы бала көктемде үйленем деп еді. Үйленбейтін болды. Қыздар бұл жігіттің басы бос. Дым мы жоқ ішінде, жел әшім, бос басы. Енді қыздарға ғана реклама жасай бермей, балаларға да реклама жасайын. Мінекей жігіттер басы бос. Қыздар керек маған, өре. Қыз керек. Все думают, что мы ненормальные, да? Правильно, да? Все думают, что мы ненормальные. На самом деле, ребята, мы нормальные парни. Просто нам нравится выглядеть как ненормальные. Үшеуміздің арамызда, мінекей, біреуіміз ең әдемісі. Подсказка берейін. Кім? Астына жазыңыз. Әртүрлі түсті светофор овощиді аламыз, пиязды аламызды пытырлатып тураймыз. Сонан соң қызыл пересті аламызды қытырлатып тураймыз, сары пересті аламызды сыпырлатып майдалаймыз, сосын жасыл пересті аламызды жабыстыр жібереміз. Артынша етті жақсылап тұрып қуырамыз. Бетіне светофорымызды төгеміз, сонан соң араластырамыз. Артынша бұжық деп бірдеңкені төгеміз, қып-қызыл, оны да араластырамыз, сосын әппақ порошокты себеміз, оны да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Сосын мынаны жақсылап оқыңыздар. Осы оққандарыңызды тауып, оны да себесіздер, өздеріңіздің вкустарыңызға қарай. Сосын оны жақсылап тұрып араластырасыздар. Бүлік. И вуаля! Баланез дайын, ас болсын. В общем, баклажанды аламызда жанын шығарып майдалап турап, оны отқа саламызда шыңғыртамыз. Содан кейін огурцы мен помидорды аламызда майдалап тураймыз. Қызылы помидор, жасылы огурцы. Содан кейін оны баклажанмен араластырып бетіне құм себеміз. Бетіне құмды себесіз. Содан кейін өзіңіздің бұғызыңыз қалай ақ порошокты себесіз бетіне. Содан кейін әдемілігі үшін бетіне шөп шалаң тастайсыз. Біз енді Акиметтің алдындағы газоннан үзіп алып тастай салдық бетіне. Сонымен салатымыз дайын. Приятного аппетита!